Коронавирусқа қарсы қазақстандық вакцина клиникалық сынаққа толығымен дайын. Сынақ осы жылдың қыркүйек айында басталады. Вакцина Жамбыл облысы Отар ауылындағы биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институтында жасалды. Ал институттың 7 қызметкері вакцинаны өздеріне егіп те көрді. COVID-19-ға қарсы отандық алғашқы вакцина туралы тілшіміз Ұлан Нарымбек толықтырады. БСЛ үш зертханасы биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми зерттеу институтының аумағындағы 2 қабатты шағын ғимаратта орналасқан. Бұл жерде аса қауіпті вирустарға зерттеу жүргізіледі. Олардың арасында COVID-19 да бар. Сондықтан қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлінген. Ғалымдар 12 сағаттан жұмыс істейді. Микробиологтар скафандр тәріздес арнайы костюмдерді пайдаланады. Зертханадағы ауа қысымы атмосфералық қысымнан төмен, яғни есік ашылғанда іштегі ауа сыртқа шықпайды. Тірі коронавирусты зерттеу жұмыстары сәуір айында үкімет вакцина жасау бағдарламасын бекіткен соң басталды. Институтқа патологиялық материалдар жеткізілген болатын. Сол бағдарлама бойынша біздің институтымыз 5 вакцина дайындаймыз деп өзіне мойнымызға алдық. Сол 5 вакцинаның қазіргі кезде 1 вакцинасы дайын болды. Тексерілу нәтижелері қазірше ойымыздан шығып жатыр. Коронавирусқа қарсы қазақстандық алғашқы вакцина Каз-Ковидин деп аталады. 15 мамыр күні инактивтелген отандық вакцина дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелді. Сол күні жан-жануарларға клиникаға дейінгі сынақтар басталды. Препарат әуелі теңіз шошқалары, егеу құйрықтар мен ат шалмандарға салынды. Сәл кейіндеу маймылдарда сыналды. Каз-Ковидин вакцинасы мынандай кішкентай құтыларға құйылған. Сіздер мұны алғаш рет көріп отырсыздар. Бір құтыдағысы 2 адамға жетеді. Екпе мынандай кішкентай шприцпен сол қолға салынады. Отандық 5 вакцинаның ішінде инактивтелген препараттың бірінші жасалуы да тегін емес. Ол вакцина негізінде мынау тірі вирусты өлтіріп барып, содан кейін дайындалады. Оның технологиясы негізінде бұрыннан бізге танымал, және де басқа вирустармен сол бір технологиямен жасай беруге болғандықтан, және де біздің институтымыздың ғалымдары сол технологияны өте жақсы білгендіктен, және де оны дайындау мерзімі қысқа болғандықтан, сол вакцина бірінші жолда сол вакцинаны дайындауға ұйғарым жасадық. Ғалымдардың айтуынша қыркүйек айында адамдарға клиникалық сынақтар жасалады. Алғашқы кезеңге 14 ерікті қатысса, екінші кезеңіне 200 адам қатысады. Жаппай қолданысқа енгізу үшін 3-ші және 4-ші кезеңнен өтуі тиіс. Дегенмен вакцинаны алғаш болып институттың 7 қызметкері салдырғанын айта кеткен жөн. Мамандар клиникалық сынаққа қатысуға ниет білдірушілер жеткілікті дейді. 3 жыл бұрын олар Алматыдағы бірінші аурухананың базасында маусымдық тұмауға арналған иммундық препаратты сынапты. Солардың көпшілігі Каз-Ковидиннің сынағына қатысуға келісім беріпті. Біздің қазіргі негізгі жұмысымыз ол коронавирустық індеттің геномын зерттеу. Біз коронавирустық індеттің толық геномын бір күннің ішінде зерттей аламыз. Және де мына індеттің басталған уақытынан бастап қазірге дейін бөлінген штамдардың бәрін қасиеттерін зерттеп, қаншалықты ауытқулар болғанын, мутациялар болғанын біз дәлелдеп бере аламыз. Инактивтелген вакцинаның қорғаныс күші қанша уақытқа дейін жететінін ешкім дөп басып айта алмай отыр. Ол жарты немесе 1 жыл болуы мүмкін дейді ғалымдар. Басқа вакциналармен қосып салса, қауқары күшті болады деген болжам бар. Мүмкін екпені 2 рет жасату керек шығар. Ең бастысы Қазақстанда коронавирусты тоқтатуға маңызды қадам жасалды. Болашақта институт аумағында иммундық препараттар өндіретін завод ашылады. Қазір оның құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Жаңа завод қажетті вакцинамен толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ұлан Нарымбек, Григорий Беденко, Эдуард Кон, Хабар 24, Жамбыл облысынан.